Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназия интернатының 140 жылдығына орай бүгін мектебімізде Бил және Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп гимназия арасында волейболдан тартысты ойын болып жатыр. Сол ойынға бір көз жүгіртсек. Бүгін біздің мектепте Ыбырай Алтынсарин мектебіне 140 жылдығы өткізіп жатқан іс-шара волейболдан жарыс өтейін деп жатыр. Соған бүгін бір команда Билдан келіп отыр. Озат келе алмай қалды. Сондықтан бүгін сәттілік тілеймін. Өзімнің оқушыларыма, өзімнің ойыншыларыма и Билға. Сәлеметсіздер ме? Біз Қостанай Бил волейбол командасымыз, және де барлықтарына біз сәттілік тілейміз. Сәлем Жанарыс, бүгінгі ойына не күтесің? Сәлем, бүгін бізде КТЛ командасымен жолдастық кездесу өтеді. Осы ойында мен біздің мектебіміздің жеңісін күтемін, әрине. Өте мықты қарсылас, жақсы ойын болады деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі ойында қорытындылай кетсеңіз, жалпы ойын туралы қандай пікірде қалдыңыз? Ұнады ма сізге, сол жайында айта кетсеңіз? Шынымды айтсам, ойын маған ұнады. Дарын командасына рахмет, осында ойын болған үшін. Ойын шынымен тартысты болды. Біздің командаға бұл ұнады деген ойдамын. Бүгінгі ойынды қалай бағалайсың? Бүгінгі ойын өте жоғары деңгейде өтті деп санаймын. Себебі екі командадан да жоғары және мықты ойын көрінді. Өкінішке орай жеңілдік. Жеңіске кішкене жетпеді десек те болады. Бірақ осындай ойындарға үлкен рахмет біздің тренерлерімізге, себебі осындай ойындардан біз тәжірибе аламыз. Сәлем, бүгінгі ойынға дайындық қалай өтті сіздерде? Жалпы біздің ойынға дайындығымыз өте жақсы өтті деп айта алмаймын, себебі көптеген қиындықтар болды. Команда рухы мен орысша айтқанда слаженно ойнаған жоқпыз. Жалпы қорқыныш болды, және біздің қарсыластарымыз өте мықты болды. Келесі сұрақ, осы жаңа қарсыластарымыз мықты болды дедің ғой. Жалпы қарсыластарың туралы қандай ойда қалдың, қандай әсер қалдырды саған? Жалпы біздің қарсыластарымыздың деңгейі республикалық деңгейде болған, себебі біздің дәрежеміз онша биік емес. Жалпы қарсыластарымыз өте мықты, техника жағынан, күштілігі жағынан өте мықты болды. Бүгінгі ойын қорытындысы бойынша 3-0 есебімен Бил командасы жеңіске жетті. Және одан бөлек Байтоков Сүлейман, үздік тосқауылшы, Кенжеғозин Нұрхан, үздік шабуылшы және үздік ойыншы ретінде Шәкен Жанарыс танылған болатын. Тағы да осындай жалынды ойын күтеміз. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.